Әр өңірдің ауа райы жағдайына бейімделген ауыл шаруашылығын жүргізудің жаңа жүйесіне, яғни тәуекелдерді басқару режиміне ауысуымыз керек. Үкімет басшысына жолдаған сауалында Сенат депутаты Ақылбек Күрішбаев климаттың жаһандық жылынуы есебінен Қазақстан аумағында ауа температурасы 40 жылда орта есеппен 0,34 градусқа ұлғайғанымен түсіндірді. Яғни болашақта құрғақ жылдар қайталануы мүмкін деген болжамын айтты. Сенатор биылғы құрғақшылық ауыл шаруашылық өндірісінің тұрақсыздығын және қаншалықты ауа райына тәуелді екенін көрсетті деп сынға. Дәл осындай табиғи алапаттар орын алатын дамыған аграрлық елдердің ешқайсында біздегідей өнімділіктің төмендеп кетуі кездеспейді екен. Біріншіден, еліміздің гидромет қызметін жаңғырту қажет. Ауа райының нақты болжамының болмауына байланысты фермерлеріміз егін егудің оңтайлы мерзімін анықтай аламай отыр. Біздің есебіміз бойынша биыл Қазақстанның солтүстік облыстарында дәнді дақылдарды ерте себудің салдарынан өнімнің 1/3 бөлігінен айырылдық. Бұл тек қана бір мысал. Екіншіден, депутаттар отандық сорттардың селекциясын дамыту мәселесін бірнеше рет көтерді. Құрғақшылыққа төзімді сорттарды тек биотехнологиялық заманауи әдістері негізінде ғана жасауға болады. Алайда мұндай зерттеулерді қажетті көлемде қаржыландыру мәселелері әлі де шешілген жоқ. Ал сенатор Андрей Лукин еліміздегі мемлекеттік экологиялық бақылаудың сапасына көңілі толмайтынын айтады. Сөзінше, олқылықтар мен кемшіліктер жүйелі түрде тіркелгеніне қарамастан, экологиялық жағдайға мониторинг тиісті деңгейде жүргізілмей келеді. Недостаточность мониторинга за экологической ситуацией. Тіпті ластанудың көздерін анықтау бойынша шаралар қабылданбай отыр және заң бұзушылықтарды жою, залалды өтеу жұмыстарда нашар жүргізілуде. Соңғы 2 жылда еліміздің аумағында атмосфералық ауаның жоғары деңгейдегі ластануы бойынша 1296 жағдай тіркелген. Сондай-ақ су қоймаларында 934 ластану дерегі анықталған. Соған қарамастан ластану көздері анықталмай отыр және жыл сайын 1,5 миллиард теңге жұмсалатын қоршаған ортаның жай күйін бақылау материалдарда қолданылмай келеді.